Армысыздар ағайын, эфирде инвестиция және даму бағдарламасы. Сіздермен бірге мен Думан Мұхаммедқали. Біз бүгін Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласындағы автобус құрастыру зауытындамыз. Бүгін әр бөліктің қалай орнатылып, әр бөлшектің қалай дәнекерленетінін көзбен көретін боламыз. Кәсіпорын 2007 жылдың ақпан айында тіркелді. Семей қаласының батыс өнеркәсіп аймағында орналасқан. Қазақстандағы тұңғыш толық циклді автожинақтауыш кәсіпорын тораптар мен агрегаттар жинақтаумен ғана айналыспайды. Сонымен қатар шанақтарды сырлау, дәнекерлеу жүргізеді. Өндірістік қуаты жылына 1200 автобус. Мы производим автобусы среднего и большого класса, пассажирские, также пригородные. Біз орташа және үлкен класты автобустар шығарамыз. Қазір біз 45 орынды қалааралық автобустар шығарудамыз. Олардың жол жүктеріне арналған орны бөлек, әрі ауқымды, және де ауа баптағышпен қамтылған. Жергілікті қамтудың үлесі қазіргі кезеңде 32% шамасында болып тұр. Кейіннен бұл көрсеткішті 50%-ға дейін жеткізу жоспарлануда. Сондай-ақ жергілікті өнімді арттыруға тырысып жатырмыз. Қазір газ жабдықтарын өзіміз орнататын боламыз. Қазір автобус бойынша өзіндік өнім 35% құрайды. Дәнекерлеу, сырлау, жинақтау барлығы 30-35%-ның ішіне кіреді. Шанақ металының барлығы Кореядан келеді. Жалпы зауыт жергілікті өнімнің үлесін 50%-ға дейін жеткізуге тырыспақ. Енді зауыттағы автобус құрастырудың қыр-сырына үңілейік. Өндіріс цехындағы бастапқы бөлім берік темірді дәнекерлеуден басталады. Производство начинается с моего поста. Алдымен біз көліктің өн бойын тұтастырып, берік ұстап тұратын темірді әзірлейміз. Лонжеронды даярлауда ұсақ бөлшектер тұтастырғыш берік темірге дәнекерлеу әдіс арқылы жалғанады. Бұл жердің өз қиындығы бар. Барлығы алдын ала өлшеніп қойған. Егер лонжеронға жалғанушы бөлшектер тиісті жерден 1 мм қиыс жалғанса, ол қозғалтқыштың дұрыс орнатылмауына алып келеді. Сондықтан бұл жұмыс сақтық пен дәлдікті қажет етеді. Мына поста автобустың төбесі жасалынады. Арнайы қалыпқа қойылып, қаңқалары дәнекерленеді. Одан кейін мынандай қаңылтырмен қапталады. Бұл бөлім қаптау бөлімі деп аталады. Бірінші цехтағы лонжерон мен ұсақ бөлшектерден тұратын құрылымға қаңқалар жабыстырылады. Дәл осылай автобустың шанағы да дайын болады. В первую очередь собираем каркас. Біріншіден қаңқаларын жинақтаймыз. Оларды құрастырмастан бұрын жинақ бірліктерін тегістейміз. Жинақ бірліктерін өңдеу кәсіпорында бекітілген технологиялық құжаттамаға сәйкестендіріліп жүргізіледі. Әрбір бөлшектегі барлық сүйір бұрыштар жинау алдында жойылуы тиіс. Жылдам айналатын детальдар мен жинақ бірліктерінде айналу массасының теңсіздігі арқасында шектен тыс дәлел болмауы тиіс. Теңдестіру технологиялық процестер бойынша стандартқа сай орындалуы керек. Қаптау бөлімінде автобустың толықтай құрылымы пайда болады. Көліктегі негізгі берік темірге жалғанған қаңқалар сызба үлгісі бойынша әзірленеді. Қаптау бөлімі өндіріс цехындағы өзекті сала. Ал бұдан кейін автобус келесі бөлімге жөнелтіледі. После сварки кузова готовый автобус заходит. Здесь идет подготовка. Көлік шанағы дәнекерленген соң автобусты бояу бөліміне жөнелтеміз. Мұнда сырлау жұмыстары жүргізіледі. Алдымен металды тазартады, одан кейін алғашқы бояу бөліміне жібереді. Алғашқы бояу бөлімінен кейін кептіру камерасында біраз уақыт болады. Сәлден соң бояу камерасына барады. Ол бөлімде тапсырыс берушінің қалаған түсіне орай автобус боялады. Содан соң тағы да кептіру камерасында болып, әрмен қарай өңдеу бітіру цехына қарай жіберіледі. Бояу бөлімінен шыққан көлікке ішкі шанақ жұмыстары жүргізіледі. Бұл бөлімде электр кабельдері тартылып, ауа баптағыштың сымдары орнатылады. Алдымен толықтай шанақ ішіне шудан оқшаулау жұмысы жүргізіледі. Мына поста қазір шумоизоляция жасалынады, полностью қолға еденге уже ковриктер жайылады. Ақпарат тағы да бұл жерге уже электромонтаждық жұмыстар жасалынады. Мынау ауа баптағыштың артық суды шығаратын немене дренажды система дейді, сол осыдан. Соны қазір өз магистральмен жүргізеді. Шудан оқшаулау процесінен кейін жылытқыш поролондар салынады. 3 қабатты поролон автобустың шатырын, сондай-ақ жанама бұрыштарын қамтиды. Корея елінен тасымалданатын жылытқыш зат 45 градусқа дейін ауа температурасына шыдас береді. Автобус идет сюда, на утепление, на отделку.
Автобус аязға шыдамды. Біздің елдегі ауа райына болжап шығарылған соң қысқы мерзімге өте қолайлы. Аялдамада жаураған жолаушылар көлік ішінде лезде бойларын жылыта алады. Мұндай поролондар 9, 11, 12 метрлі. Біз шығаратын автобустардың барлығына жаппай салынады. Бұл бөлімде жылытқыш заттар мен электр кабель жүйелері тартылады. Сондай-ақ орындықтары қойылады. Орындықтар елімізде шығарылмаған соң зауыт тауарды Ресейден тасымалдайды. Осылай ішкі сыртқы жұмыстары аяқталған автобуста алда сапа бақылау бөлімі күтеді. Бақылаушы мамандар көліктің қалай боялғандығын, сондай-ақ шанақ ішіндегі жөндеу жұмыстарды жіті қадағалайды. На линии лакокрасочное покрытие. Лак және бояу жасау бөлімінде барлығы бақылауға алынады. Өйткені боялған көлікте бояудың ізі қалмауы керек және де ашық жерлер болмауы тиіс. Тұтынушы алдымен көліктің сыртына қарайды. Бояудың біркелкі жағылған абзал. Біз және де ішкі жөндеу жұмыстарын да қараймыз. Көліктің есік терезесін жауып, шудан оқшаулау жұмысы қалай жасалғандығын сынақ қаламыз. Бақылау бөліміндегі тағы бір сынақ ол автобустың қаншалықты су өткізбеуге төзімді екендігін тексереді. Краны открываются. Өздеріңіз көргендей камераның үстіңгі бөлігінде қабырға тұстарынан төменгі жақтаудан су шашыратқыш орналасқан. Су жоғары қысымда шашырайды. Мұндай сынақтардан өткен автобус кез келген ортада шыдамдылық танытады. Автобустың тағы бір артықшылығы жол талғамайтындығында. Сондықтан отандық өнімге тапсырыс берушілер қатарын әскери саланың өкілдері де құрайды. Национальную гвардию автобусы, под Министерство внутренних дел выпускаем автобусы. Сейчас заключились с Министерством обороны. Ұлттық гвардия үшін ішкі істер басқармасы саласы үшін автобустарды шығарудамыз. Биылғы жылы қорғаныс министрлігімен келісімге отырдық. Жеке құрамға арналған қала маңына қатынайтын автобустарымызға тапсырыс берді. Мұнай газ салаларының өкілдері біздің зауытпен келісімге отырған. Көліктердің бағасы қолжетімді. Белоруссия мен Кореяда өндірілетін көліктердің құнынан айырмашылығы жоқ. Енді мемлекет тарапынан автобустарды сатып алуға қолдау көрсетілсе деген тілегіміз бар. Зауыт 45 орынды автобустарды құрастыру үстінде. Сонымен қатар 25 орынды қалалық автобустарды да шығарады. Онда 40-қа жуық түрегеп тұратын орын бар. Сонда көліктің жалпы сыйымдылығы мөлшермен алғанда 65 адамды құрайды. Отандық өнім шетелдік машина құрастыру зауыттарымен бәсекелестікке дайын. Казахстан потребляет 1400 автобусов, где-то в год. Қазақстан мөлшермен жылына 1400-дей автобусты тұтынады. Сол 1400 көліктің 1000-ға жуығы шетелден, яғни Ресейден, Қытайдан тасымалданады. Егер де мемлекет тұтынушыларды отандық өнімді алуға шақырса, онда зауытты ұлғайып, жаңа жұмыс орындары да көбейеді. Ең бастысы, отандық өнімнің өркендеуіне аса мән берген елбасы бізді қолдайды. Қазіргі таңда зауытта 500-дей адам жұмыспен қамтылған. Басшылық жұмысшылардың біліктіліктерін арттыру барысында Кореяға, Ресейге жіберіліп, тәжірибеден өткізілген. Шетелде олар автобус құрастырып, жасап шығарудың қыр-сырын үйренді. Қызметкерлер шеберлікті тәжірибемен шыңдайтын, осындай зауытта істейтін мақтаныш тұтады. Завод хороший, зарплата стабильная. Зауыт жақсы, жалақы тұрақты, жұмысшылар екі ауысымда істейді, арнайы көлік алып қайтады. Түскі асты зауыт өз ұйымдастырады. Зауытта автобустың 6 түрін шығармақпыз. Бұл сұраныстың артқанын айғақтатса керек. Сұраныс артқан сайын біз құлшына кірісер жұмыстар да көп. Өндіріс өңір тамыры дегендей, зауыт көркейген сайын қалада жұмыссыздық та азайып келеді. Инвестициялар және даму министрлігі міндетінің бірі еліміздің индустриялық инновациялық даму бағдарламасының дұрыс жүзеге асуы. Отандық көлік құрастыру саласының нақты бірнеше бағытын іске асыруда. Олар мұнай газ, көлік, тау-кен, металлургия және ауыл шаруашылығы саласындағы көлік құрастыру, санаулан құрал жабдықтар мен қорғаныс өндірісі. Бүгінгі таңда осы бағыттарға ерекше басымдық беруде. Себебі кедендік одақ аясында осы салаларды көтеру арқылы өндіріс ошақтарының бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етуге болады. Барлық құрамды бөліктер жинақталып, тапсырыс берушіге жөнелтілуге дайын тұрған автобус. Кілті де тұр екен. Оталдырып көрейік. Жаңа көліктің иісі де аңқып тұр. Семейдің автобус шығаратын зауыты жайлы осылай баян еттік. Жақсы күндер жүздескенше аман сау болыңыздар.